Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге нағыз қыстық салат, свежий салаттың видео рецептісін көрсетемін. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай және де қарапайым заттардан ғана тұрады. Видеоны соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен огурцымызды өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Келесі помидорымызды видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Келесі болгар бұрышын видеода көрсетілгендей етіп, орташа етіп тураймыз. Пиязымызды жұқалап, әдемілеп турап, оны да саламыз. Ашты перецтің ішіндегі дәндерін алып тастап, оны да майдалап тураймыз. Ең соңынан укроп пен зеленді майдалап турап қосамыз. Келесі дәміне қарай тұзымызды және де қантымызды саламыз. Астындағы описание бөлімінде қаншалықты қосу керек екенін жазып қойдым. Екі ас қасық уксус қосамыз. Уксустың проценті 9% болуы қажет.
Ең соңынан лавр жапырағынан 2-3 танасын қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Соғы шығуы қажет. Екінші мәрте тағы да жақсылап араластырамыз. Міне асты жағынан осындай сөгі шығады. Тағы да жақсылап араластырып, жарты сағатқа бетін жабамыз. Салатымызды араластырып, банкілерімізге саламыз. Қасықпен үстінен басып отырып нығыздап саламыз. Астындағы қалған согын барлық банкілерімізге бөліп құямыз. Крышкаларын бұрамаймыз, тек қана осылай үстіне қоямыз. Осындай үлкендеу кастрөліміздің астына матамызды жақсылап төсейміз және де банкілерімізді орналастырамыз. Барлығын жақсылап орналастырып болғаннан кейін үстінен салқын суымызды жартылай етіп құямыз. Газға қойып қайнатамыз. Қайнаған уақыттан бастап жарты сағаттай қайнатамыз. Отыз минут уақыт өткеннен кейін оттан алып, крышкаларымызды жақсылап бекітеміз. Міне қарасаңыздар, біздің салатымыздың соғы өзі бөлініп шықты. Ешқандай да су құйған жоқпыз.
барлық банкілерімізді жақсылап бұрап шығамыз. Осымен біздің қыстық салатымыз дайын болды. Сіздерге бір өтінішім, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеода кездескенше.